Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде ел дауысы арнасы және оның жүргізушісі мен журналист Талаптан Иманбай. Біздің саяси шолуымызды жүздеген мың адам қарап отыратынын білеміз. Оған билік өкілдерінен бастап қарапайым азаматтарға дейін назар аударып өзекті сараптамамызға көңіл бөліп жатқаны біз үшін маңызды. Егер шындықты, ақиқатты бұдан да көп адам естісін, білсін десеңіз, бізге қолдау білдіре отырыңыз. Осы эфирдің астына лайк басып, пікір қалдырып, сілтемесін таратып жіберіңіз. Ел дауысы YouTube арнасының бағдарламасын бірінші болып көріңіз келсе, бізге жазылуды да ұмытпаңыз. Бүгін маңызды мәселені көтергелі отырмыз. Ұлттық қауіпсіздікке, елдің болашағына қатысты тақырып бұл. Егер бұған билік назар аудармаса, Ақорда саяси шешім қабылдамаса, арта жақсылыққа апармайды деп санаймыз. Экс-диктатор Нұрсұлтан Назарбаев қалт-құлт етіп Кремльге барып, Ресей президенті Владимир Путинмен кездескенін баршамыз көрдік. Кремльдің таратқан видеосында аяғын сүйретіп келе жатқан Назарбаев Путинді қапсыра құшақтап жатқанын байқадық. Кремль баспасөз қызметі бұл кездесуге байланысты қысқа ғана хабарлама таратты. Ресей президенті Владимир Путин Қазақстанның бірінші президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен кездесті. Артық бір ауыз сөз айтылмады. Кездесуде не айтылды, Назарбаевты қабылдаудың қандай қажеттілігі болды, бұл туралы Ресей басшылығы тіс жармады. Бұлай қарағанда Назарбаев пен Кремльде арнайы кездесетіндей және бұл ақпаратты жер жаһанға тарататында ешқандай негіз жоқ. Назарбаев ресми тұлға емес қазір. Елбасы атағынан айырылды, қауіпсіздік кеңесі төрағасы қызметінен қағылды. Қазақстанның атынан сөйлейтінде ешқандай мәртебесі жоқ. Қаңтар оқиғасынан кейін халыққа үндеу жасап қарапайым зейнеткермін дегенді ашық мойындаған болатын. Танымал қоғамдық ұйымның, саяси партияның басшысы емес. Бір сөзбен айтқанда 30 жыл елді ашса алақанында жұмса жұдырығында ұстаған диктатор қазір барлық биліктен жұрдай болды. Тіпті Алматының көшесінде еркін жүріп, елмен кездесуге дәті жетпейтін дәрежеде. Ел бетіне түкіретіндей жағдайға жеткен Назарбаевта Путин неге әспеттеп қарсы алды онда? Бұл екеуінің соңғы кездесуі былтыр желтоқсан айында өткен болатын. Жарты жылда бір қабылдап тұр. Ресми әрі жария түрде. Жабық есік жағдайында көпшілікке көрінбей қанша рет кездескені өздеріне ғана аян. Бұл кездесудің астарында не бар? Ешқандай қызметі жоқ қарапайым зейнеткерді Путин не үшін Кремльде қабылдап оны ақпарат құралдарында жария қылды? Назарбаевтың да Путиннің де жеке мүддесі бар бұл жерде. Мұның терең саяси астары бары да түсінікті. Өзіміздің пікірімізді айтпастан бұрын қалтылдаған Назарбаевтың Путинге баруына қатысты халық не ойлайтынын біліп алсақ. Экс-президент Нұрсұлтан Назарбаев жақында бейресми түрде Путинмен кездесуге барды. Сол кездесуді сіз қалай бағалайсыз? Назарбаевтың тып-тыныш үйінде отыратын демалатын кез келген жоқ па? Так, бұған былай жауап берейін мен. Өзім мұғаліммін. Және де бұл саясаттан хабарым жоқ, білімім жоқ. Сол мен мына бір сұраққа жауап беру құқығым жоқ деп ойлаймын да өзімше. Неғып бармайды? Ол деген енді Қазақстанның азаматы деп ойлаймын. Қазақстанның мүмкін саяси жағынан бір болашағына деген бір әңгімесі бар шығар өзінің жеке. Почему? Это же его дело. Пусть едет, если ему надо. Если есть такая необходимость, пусть едет. Его полное право. Ол бәрі закон арқылы. Закон позволяет ему, ол оны істейді. Лично былай біздің қазақ халқына жаманшылық болған жоқ, ол кісінің жақсылықтарын айтып кету керек. Кездескен дұрыс, енді бір мәлім бірдеме үшін кездескен шығар. Ода тұрған не бар деп ойлаймын мен. Әлі күнге дейін оның қауқары бар деп ойлаймын. Көптеген мәселелерді шешуге Путинмен кездесуі еліміздің болашағы үшін деп ойлаймын. Ну, я на самом деле думаю, что это его личные дела, потому что мы же не знаем, что там происходит. Возможно, у них какие-то с Путиным личные договоренности, поэтому никто ничего не знает. Никто поэтому правду не говорит. Өзі білет, енді Қазақстан азаматы ғой. Но он себя страхует, я так думаю. Страхует финансово, потому что если в какие-то моменты он уже там защитника будет иметь своего. И там он своего ставленника хочет поставить, я как понял.
Ал енді сараптамамызға көшейік. Біріншіден екеуінің Кремльде кездескен уақытын алсақ, дәл осы күндері Астанада президент Тоқаевтың төрағалығымен ақш пен Еуропадан және әлемнің басқа да дамыған елдерінен келген компания жетекшілерінің ірі саяси тұлғалардың қатысуымен халықаралық форум өтіп жатты. Қасым-Жомарт Кемелұлы батыс мемлекеттерінің ұстанымына сай мәлімдеме жасады. Атап айтқанда, бір реттік президенттік мерзімге қатысты өз позициясын нықтады. Президенттік басқару бір 7 жылдық мерзіммен шектеледі. Бұл Қазақстан мен біздің өңір үшін бұрын соңды болмаған қадам. Менің ойымша, бұл саяси жүйеміздің тұрақтылығын арттырып, экономикамызды серпіндетеді, ал қоғамымызды өркениетті ете түседі. Президент бұл өз халқы белгілі бір мерзімге, біздің жағдайда 7 жылға жалдаған мемлекеттік басқарушы деп санаймын. Сонымен бірге Астанаға Италия премьер-министрі Джорджа Мелани де дәл осы күндері келді. Оған ерекше құрмет көрсетіп, әуежайда президент Тоқаевтың өзі күтіп алды. Италия Еуропалық одақ мүшесі, НАТОның белді өкілі, Украинадағы соғыста Киевтің жағындағы мемлекет, батыс елдерінің басшыларымен тығыз қарым-қатынас орнатуды Кремль жақтыра қоймайтыны түсінікті. Оның үстіне Италия премьер-министрі Мелани ханым Тоқаевты прагматикалық саясаткер деп жоғары бағасын берді. Италия басшысы былай деді: "Мен сізді өмірімде кездестірген ең прагматикалық көшбасшылардың бірі деп есептейтінімді айтқым келеді. Бұл шынымен де өте пайдалы қасиет. Сіз қазіргі жағдайдың қаншалықты күрделі екенін, қаншалықты қиын кезеңдер екенін жақсы түсінесіз." Қалай болғанда да Тоқаевтың Түркиямен, түркі мемлекеттерімен, батыс демократияларымен, Қытаймен, араб елдерінің басшыларымен тығыз қарым-қатынас орнатып, қарақылды қақ жаратын әділ әрі теңгерімді дипломатиялық саясат ұстануы Ресей билігіне оғаш көрінуі мүмкін. Екіншіден, АЭС құрылысына қатысты Ақорда әлі де жария түрде шешім қабылдамады. Жақында профильді министрлік Ресейдің Қазақстанда ТЭЦ салуға қаржысы жетпей жатқанын сынға алды. Ресурстарының көп бөлігін Украинадағы соғысқа жұмсап, әскери қақтығысқа барлық мүмкіндігін салып жатқан Кремльдің біздің елде АЭС құрылысын жүргізуге қауқары бола ма? Жақында Франция елшісі де арнайы сұхбат беріп, Қазақстанда АЭС салуға дайын екенін айтты. Сол сияқты АЭС құрылысын жүргізуге Қытай, Оңтүстік Корея, ақш сияқты дамыған мемлекеттерде ықылас танытып отыр. Бұл жағдайда Росатомның бәсекелестікке мүмкіндігі бола ма? Ресейді бұл мәселеде терең ойландырып отырған тәрізді. Үшіншіден, Тоқаев Аль-Жазира арнасына берген сұхбатында Ресейге не Қытайға терең тәуелді мемлекет емес екенін астарлап айтты. "Мен көп жақтылықтың маңыздылығына терең сенемін және орта державалар деп аталатын елдер жаһандық бейбітшілік пен қауіпсіздікті қамтамасыз етуде үлкен рөл атқаруы тиіс деп есептеймін. Сондықтан мен Қазақстан сияқты орта державалар халықаралық өзекті мәселелерді шешу мен реттеуде неғұрлым маңызды рөл атқаруы керек деп санаймын", деді Қасым-Жомарт Кемелұлы. Yes, I strongly believe in multilateralism, and I strongly believe that it is the so-called middle powers should play a bigger role in safeguarding peace and security in the world. Бұл Ресейге кіріптар елдің басшысы жасайтын мәлімдеме емес екені түсінікті. Тоқаевтың Кремль ығына жығылмауы, өзіндік позициясы бар елдің басшысы ретінде ұстауы Ресей билігіне жағымды көрініс емес екені түсінікті. Мұнай экспорттау мәселесінде де Қазақстан ресейлік құбырға тәуелді болып қалғысы келмейтінін айтты. Сонымен қатар біз Ресеймен стратегиялық серіктестікке сенім артамыз, алайда бұл біз тек бір ғана көлік бағытына тәуелдіміз деген сөз емес. Сондықтан сіз Баку, Жейхан мұнай құбыры, орта дәліз және өзге де бағыттарды атап өткеніңіз толық келісемін, деді Тоқаев Аль-Жазира журналистінде. Бұл мәселеде Кремльдің қитығына тиетіні сөзсіз. Назарбаевтың Путинмен кездесіп жүрген кездесуін енді бағалау қиындау. Себебі ол немен айланысып жүргенін біз қазір білмейміз. Тіпті президент болып отырғанның өзінде де көп жағдайда Ресей мен Қазақстан арасындағы мемлекет аралық қатынастар, мемлекет мүддесін
меніңше осы біздің билік аса қатты қорғаған жоқ. Мемлекет, халық мүддесі меніңше тыс қалып, солар өздерінің жеке компанияларын, былай айтқанда жеке мүдделерімен болды. Сол себептен кім білсін, бұл Назарбаев деген ар жаққа барып, ол Қазақстанның қамы, біздің халқымыздың жағдайы ол деген баяғыда ұмытты ғой. Бұл деген көп дүниені қалтасына салып алды. Осы талай осы халықтың билігін бұл өзінің меншігіне айландырып алды. Керек десеңіз, енді өткен сұхбаттарымда да айтып жүрмін, бұл тәуелсіздіктің өзін қалтасына салып қойды. Сол себептен бұл деген байлықты сатып, немесе ел мүддесін сатып жүрме, оны болжап айту қиын. Сол себептен бұл көрініп неткені, былай айтқанда, меніңше Тоқаевқа сес беру. Барып, жайбарақат құшақтасып, мен енді Тоқаевтың енді Путинмен құшақтасып жатқанын көрген жоқпын. Бұлардікі өте ресми түрде, бір қалыпта, былай айтқанда ресми қатынастар. Мынау деген Путиннің жан жолдасы болып кетті. Әрине, бұның артында көп нәрсе тұруы мүмкін. Кезінде 22 жылы Тоқаев деген Назарбаевқа мінез көрсетті, оның айтқанына көнбеді, былай айтқанда тойтарыс берді. Сол себептен мынау көрініп нетуі мүмкін, Путинді оның айналасын өзінің, былай айтқанда өзінің ойлағанына, өзінің жоспарына мүмкін бұрған болар, сеніміне кірген болар, қыздары барды, әнерде әлгі ойран салып жүр Мәскеуді дегендей. Сол себептен Мәскеуменен Назарбаев қарым-қатынасын реттеп алып, енді былай айтқанда біздің тағдырымызды мүмкін шешіп жатыр. Әлгі ел әне-міне деп Тоқаев кетеді екен деген сөздер жиі жүре бастады. Енді бізде президенттік сайлау, басқа сайлау қалай өтіп жатқаны белгілі ғой. Сол себептен бұл сайлау мәселелері президентке де, депутаттыққа да халықтың ешқандай қатынасы жоқ. Кремльдің Назарбаевты бұлайша көрсетуі қазақтың жалпақ тілмен айтқанда жер астынан жік шықты, екі құлағы тік шықты дегендей болды. Қолында еш билігі жоқ, халқына жексұрын шалды әспеттеп қарсы алатындай не көрінді әйтпесе. Мысалы, сол Мәскеуде тұрып жатқан Сирияның бұрынғы диктаторы Башар Асадты Путин қабылдап жатқан жоқ. Асад билігі құлағалы, Путин оны бір ретте қабылдамады. Тура сол сияқты Украинаның қашқын экс-президенті Януковичті Ресей президенті қашан жария түрде қабылдады. Маңына да жол атпады. Саяси астары болмаса, қаңтарда қантөгіс ұйымдастырып кеткен қазақтың диктаторын Кремль жиі қабылдап тұрар ма еді? Жоқ әрине. Назарбаев Кремль үшін Ақордаға қысым жасаудың құралы. Қазақстан билігін тұқыртқысы келсе, оның жүргізген сыртқы саясатына көңіл толмаса, Жаңаөзен мен Қаңтар қанішеріне айналған Назарбаевты шаң басқан сөреден алып шығып, бетін жылтыратып көрсете қояды. Назарбаевты қолдап кетеміз, осы арқылы қысым көрсете аламыз дегенді емеурінмен осылайша жеткізеді. Ал Назарбаевқа бұл ауадай қажет дүние. Ол Путинге зейнеткерлік өмірі туралы айтуға барады дейсіз бе? Жоқ, Кремльге барып Қазақстанда не болып жатқанын биліктің арасындағы әңгімелердің барлығын жеткізеді. Бұлайша айтқанда ашықтан ашық тыңшылықпен, барлаумен айналысып жүрген сатқын бұл. Кез келген елде мемлекеттік құпия деген түсінік бар. Мемлекеттік құпияны білетін жабық ақпаратпен жұмыс деген қызметкерлердің шетелге сапарын шектейтін мүмкіндік бар билікте. Назарбаев мемлекеттік құпияны білетін адам. 30 жыл бойы ел басқарды. Оның Ресей басшылығымен емін еркін кездесіп жүруі ұлттық қауіпсіздікке қатер төндіретіні сөзсіз. Ол қандай құпияны айтып, қандай құжаттарды Ресейге апарып жүргенін біз білмейміз. Сол себепті оның қазіргі әрекетін мемлекетке опасыздық деп бағалауға толық мүмкіндік бар. Керек десе оны шетелге шығуын ұлттық қауіпсіздік комитеті шектеуі керек. Қай елге баратынын алдын ала айтсын, қолында қандай құжат барын көрсетсін, не мақсатта бара жатқанын жеткізсін. Сосын барып ұлттық қауіпсіздік қызметі Назарбаевқа шетелге шығуға рұқсат бере ме, бермей ме шешім қабылдануы тиіс.
Экс-диктаторды былайша емін-еркін жүргізіп қою саяси қателік деп санаймыз. Бізде деген жасырынып, сол енді былай айтқанда мемлекеттік құпия бізде білмеймін, бар ма жоқ па, қазір деген бәрі ақшаға айланып кеткен секілді. Ақшаға айланып кеткен секілді. Ол енді оның мықтылығы неде? Біздің астыртын әрекеттерге, сауда саттыққа, мына заңсыздыққа талайын араластырып, талайды ол ілгекке ұстап отыр. Талай генералдарды ілгекке алды ол деген. Сол себептен ол кім білсін, сол ілгектері арқылы былай айтқанда билеп отыр. Міне көп уәделеріне Қасым-Жомарт Кемелұлы жете алмады. Мұнда мен талай өзім сұхбаттарымда айттым, неге жете алмады? Сол меніңше сол жаңағы Назарбаев әлгі рубильдік дейді, қазақша қалай болады әлгі? Рөлді. Сондай нәрселерді әлгі қолына алып алған, әлгі бұрап тастайды, ашады, жабады былай айтқанда. Назарбаев елдің құпиясын сатып, мемлекеттік мүддені саудалап, өзінің жеке басының мәселесін шешу үшін барады Кремльге. Менің дүние мүлкіме тиіспесін, бала шағама ұрынбасын, қылмыстық істер ашылмасын. Соны Ақордаға хабарласып айтыңыз деп қиылып сұрайды Путиннен. Сонымен бірге Назарбаевтың биыл 85 жылдық мерейтойы жақындап келеді. Соны да мемлекеттік деңгейде атап өтсе, бүкіл елде дүркіреген той болса деген мақсаты бар экс-диктатордың. Бұл әрине Назарбаевқа қажет. Оның күші бар екенін, мүмкіндігі жеткілікті екенін көрсету үшін. Ақордаға қысым жасаудың бір түрі бұл. Назарбаев енді Мәскеуден өзін көрсетті. Міне мен бармын, Мәскеу Ресейдің басшысы, мен міне осындай тату тәтті достық қарым-қатынастамын деп енді былай айтқанда бізге ол қыр көрсетті. Енді ол деген ар-ұяттан безген адам өзі келіп ел алдына шығып, о халқым деп, ол ешқандай шыға алмайды, бет жоқ. Енді мүмкін сол ана жақтан сол көрініп, былай айтқанда сес беріп, енді өзі сол әрекетті ойлап атқан шығар. Кім білсін сол? Тағы бір одыкі бұның танкілеріне мініп келе ма, қайтып келеді. Ол ода ой бар ондай. 85 жылдығын енді сол кім білсін әлгі өшірге өзінің байрағын ілгісі келе ма, оның ондай ойы бар. Ондай ойы бар. Сол себептен ол көп мәселені тек қана оны емес, талайды шешіп тастаған болар. Өз пайдасын былай айтқанда ойлап жүрген адам ғой ол. Тоқаев билігі бұған жол бермеуі керек деп санаймыз. Естеріңізде болса, былтыр желтоқсан айында Назарбаев Путинмен кездесіп, бір қатар ақпарат құралдарында Кремль басшысы экс-диктаторды Мәскеуде өтетін 9 мамырдағы жеңіс парадына шақырды деген ақпарат тараған еді. Шынында да солай болғанға ұқсайды. Назарбаев әбден сұранған соң Путин оның парадқа құрметті қонақ ретінде келуінен рұқсат берген тәрізді. Бірақ Тоқаев ол жолы табандылық танытып, бұрынғы диктатормен бірге отырмайтынын ашық жеткізген. Не Қазақстан басшысы қатысады, не Назарбаев барсын деген талапты Кремльге жеткізген. Нәтижесінде Путин Назарбаевты шақыртудан бас тартып, экс-диктатор 9 мамыр күні парадқа келе алмады. Бұл жолы да сондай табандылық таныту керек. Назарбаевтың ешқандайда мерейтойын тойлауға, оны мемлекеттік деңгейде құрметтеуге жол берілмеуі тиіс. Назарбаев Путинмен суретке түсіп, Қазақстанның билеуші тобына белгі жіберді. Көрдіңдер ме, әлі де ат үстінде жүрмін. Путинмен жеке сөйлесуге мүмкіндігім жетеді. Тоқаевтың айтқанын толық орындамаңдар. Біздің топтың да билікке қайтып келуге үміті бар дегенді айтқысы келеді. Бұл әрине билікті бір қатар түсінбестік тудырады. Назарбаев кетті. Оның билігі жүріп тұрған жоқ. Бірақ Путинмен кездеседі, Кремльде еркін барады. Демек, бұлардың әлі де билікке таласы бар деген сөз ғой. Реваншизм деген дәл осы міне. Реваншистік күштер тыныш жатпайды дегенді біз үнемі айтып келеміз. Назарбаевтың әрекетін көрген соң, оның қадамдарын білген соң жария етеміз осына. Ұлттық қауіпсіздікке, мемлекеттікке, қоғамға қатер төндіретіндер дәл осы Назарбаев бастаған күштер. Бұлардың миллиардтаған доллар қаражаты барында ұмытпайық.
Миллиардтаған доллар демекші Назарбаевтардың бұл байлығына қатысты мәжілісте үлкен дау туындады жақында. Аманат партиясы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы республикалық кеңестің төрағасы мәжіліс депутаты Ерлан Сайыров шетелге заңсыз шығарылған капиталға кең ауқымды аудит жүргізуді ұсынды және мемлекеттік органдардың криптовалюта операциясын бақылаудағы біліксіздігін қатты сынға алды. Оның айтуынша мемлекет бюджетке тиын-тебен жинап жүргенде ондаған миллиард доллар шетелге кетіп жатыр. Қазақстан экономикасындағы көлеңкелі айналым 42 миллиард долларды құрайды. Бұл көрсеткіш бірнеше жылдан бері өзгеріссіз қалып отыр. Біз 15 миллиард доллардың криптовалюта түрінде шетелге шығып кеткенін естиміз. Алайда мемлекеттік органдардың ешқайсысы бұл қаражаттың нақты қайда және қалай кеткенін түсіндіріп бере алмай отыр. Бұл цифрлық технологиялар саласындағы құзыреттіліктің жоқтығын көрсетеді, деді депутат Сайыров. Мынау әртүрлі дерек көздеріне қарайтын болсақ, Қазақстаннан шетелге бүгінгі таңда 150-ден 200 миллиард долларға дейін заңсыз капитал шығарылған. Бұл шетелдік үлкен агентстволардың бүгінгі таңдағы сарабы. Енді міне осы ақшаларды Қазақстанға қайтару үшін сіздер қандай нақты жұмыстар істеп жатырсыздар? Және екінші бір сұрақ, осы Қазақстанның ірі олигархтары, ірі заводтарының иелері шетелге өздерінің ақшасын шығару үшін шетелде өздерінің аффилированный фирмасын ашып, соған құрал жабдық үшін деп ақша жібереді. Міне осындай заңсыз операциялар тоқтату үшін не істеп жатырсыздар? Өйткені теневой оборот на сегодняшний день составляет 42 миллиардов долларов. То есть Казахстан ежегодно устойчиво теряет налоги и очень большие платежи в бюджет нашей страны. Бұның барлығы Қазақстанның тікелей ұлттық қауіпсіздігіне әсер етіп отырған мәселе. Осы заң жобасында қандай нақты инструменттер бар осы екі мәселені шешу үшін? Рахмет. Ол бұл қаражаттың мемлекеттік тұтастықты шайқалтуға жұмсалмайтынына ешқандай кепілдік жоқ екеніне тоқталды. Онысы дұрыста. Ұлттық банк төрағасының орынбасары Шолпан Құловтың мәлімдемесіне сай елден криптовалюта арқылы 15 миллиард доллар шығарылған. Ол ақшаның қайда кеткені белгісіз. Бұл сұмдық қаржы емес пе? Қазақстанның жылдық бюджетінің тең жартысы халықаралық Tax Justice Network ұйымының мәліметінше соңғы 25 жылда Қазақстанның офшорлық аймақтарға шамамен 140-160 миллиард доллар шығарылған. Оның да әзі табылмады. Әлі күнге дейін. Осының өзі нақты сома емес. Кейбір экономистердің сөзінше 30 жылда Қазақстаннан 300-400 миллиард доллар шамасындағы қаржы сыртқа кеткен. Оның барлығын қарапайым адамдар әкеткен жоқ қой шетелге. Жемқорлықпен айналысқан түйені түгімен жұтқан ұрылар шығар демес пе? Бұл тұрғыда қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесовтің жасаған мәлімдемесі түсінбестік тудырады. Назарбаевтың шетелдегі есеп шоттарына байланысты ол былай деді. Шетелдегі активтің өзі қылмыс болып саналмайды. Мұны түсінуіміз керек. Егер сізде активтің қылмыстық жолмен алынғаны, қаржының бюджеттен немесе басқа бір көзден ұрланғаны туралы нақты деректер болса, онда сол дәлелдерді келтіріңіз. Мұны қалай түсінеміз, Елемесов мырза? Өмір бойы мемлекеттік қызметте келе жатқан адамның миллиардтаған долларға есеп шоты болса, әлемнің түкпір-түкпірінде жүздеген миллион доллар тұратын жылжымайтын мүлкі болса, туған туыстары шетінен Forbes-тың тізімінде жүрсе, мұны қалай қылмыс деп бағаламаймыз? Бұл Назарбаевтардың үстінен тергеу жүргізуге нақты себеп емес пе? Нұрсұлтан Назарбаевтан бастап оның бүкіл отбасы мүшелерін айналасын тергеуге шақыруға себеп емес пе? Бұл жерде біз тек қана Нұрсұлтан Назарбаевтың емес, сонымен бірге сол Нұрсұлтан Назарбаевтың жақындарының, оның сол кезде бірге мына елімізді тонауға қатысқан барлық жаңағы өзінің айналасындағы адамдар жөнінде айтуымыз керек. Енді мынау олар осы 30 жылдың ішінде біздің еліміздің ресурстарын түскен ақшаны шетке шығарған кезде олар өздеріне келетін заңдарды шығарып алған.
Қазіргі таңда осы Қазақстанның шетелге кеткен бүкіл капиталын қайтару үшін біз осы шетке кеткен капиталды қайтару жөніндегі заң нормаларын жасауымыз керек. Қазір мынау заңсыз кеткен капиталды қайтару жөніндегі заң бар. Ол заң көбінесе Қазақстанның ішіндегі бір меншік немесе бір завод, осы Қазақстанның ішіндегі мынау құндылықтарға бағытталған. Ал енді мынау осы 30 жылдың ішінде Қазақстаннан тек қана шетелге ресурс ретінде, қызмет ретінде $1 триллион шыққан дейді. Оның 150-200 миллиард доллары заңсыз кеткен дейді. Бұл шетелдік дерек көздердің айтып отырған. Ал Қазақстанның құқық қорғау органдары осы шетелге Қазақстаннан заңсыз қанша капитал кеткен жөнінде өздері мәліметтері әлі жоқ. Сондықтан біз ең бірінші осы Қазақстаннан шетелге қанша заңсыз капитал кетті? Осы шетелге кеткен заңсыз капитал дегеніміз не? Осы сұраққа жауап беруіміз керек. Ол сұраққа жауап беру үшін біз осы капиталды қайтару жөніндегі заңға өзгерістер енгізуіміз керек. Яғни шетелге заңсыз кеткен капиталды біз қандай ақшаны сол заңсыз деп есептейміз? Бұл бірінші. Екіншіден, 30 жылдың ішінде қанша осы қаржы шетелге кетті? Үшінші, оны қайтарудың механизмі қандай болу керек? Әзірше заң ол тек қана Қазақстанның ішіндегі меншікке ғана жұмыс істеп жатыр. Және өздеріңізге белгілі, осы 2 жылдың ішінде Дариға Назарбаеваның, Тимур Кулибаевтың, Сатыбалдының, басқа азаматтардың заңсыз алған капиталы қайтарылды $2 триллион. Бірақ бұл аз. Өйткені өздеріңізге белгілі, заңсыз алынған капитал Қазақстанның ішінде де, сыртында да бұл сомадан өте жоғары. Сондықтан менің ойымша қазіргі таңда ең негізгісі біз осы заңдарға өзгеріс енгізуіміз керек. Өткенде салық органдары блогерлардың табысын тексеріп, олардың барлығын есеп беруге шақырды. 360 блогердан 250 миллиард теңге түстіріп бөріктерін аспанға атып қуанды. Бұл Назарбаевтардың дүние мүлкінің жанында түкке тұрмайтын тыйын емес пе? Жарнама жасап, ақша тауып жүрген блогерларды тексерсін мейлі. Салықтан жалтаруға ешкімнің де қақысы жоқ. Бірақ әділдік пен теңдік болу керек қой. Блогерларды тексерсе неге мемлекетті тонаған Назарбаевтарды тергемейді? Дариға Назарбаеваны салық органына шақырып, Лондондағы Бейкер-стрит көшесінде орналасқан құны 140 миллион фунтты құрайтын үйді қалай сатып алдыңыз деп бір сұрақ қойса жетпей ме? Бір Дариғаның өзін сілкіп алса, Қазақстанның 1 жылдық әлеуметтік салаға жұмсалатын бюджеті шығатынына 100% сенімдіміз. Назарбаевтардың әрқайсысын солай тексерсе, Қазақстанның 1 жылдық жалпы ішкі өнімінің қаражатын шығарып алатыны да анық. Соны неге қолға алмайды құзырлы органдар? Әлде бұлар Назарбаевтан келетін қауіп қатерді түсінбей ме? Бұлардың қолындағы ақша ертең Қазақстанға құйылып елдің бірлігін тұтастығын шайқалтпауға жұмсалмайтынына кепілдік бар ма? Назарбаевтың өзі билікке келмесе де айналасындағы біреуді шығарып, соның қолымен таққа таласпайды деп кім айта алады? Өзін Құдайдың жердегі көлеңкесіндей сезініп жүрген Назарбаев биліктен айырылып қалуын уақытша дүние деп санамайды деп кім айта алады? Қазірдің өзінде экс-диктатор тыныш жүрген жоқ. Жылпылдап Путинмен кездеседі, әбден өз-өзіне келген соң саяси партиялар құрып, қоғамдық ұйымдар ашып, ақпарат құралдарына қаржы жұмсап, елдің ішкі тұрақтылығын шайқалтуға күш салмайды деп ойламайсыз ба? Міндетті түрде сондай әрекетке барады. Біріншіден, Қазақстанның ішінде реваншистік күштер бар. Реваншистік күштер дегеніміз ол осы ескі саяси жүйені көксейтін, соны қайтадан қалпына келтіруге тырысатын саяси күштер. Бұл халықаралық определение болып табылады. Енді бұл Назарбаевтардың семьясының, оның айналасының мынау экономикалық капиталы әлі қайтқан жоқ. Яғни олардың қолындағы миллиардтаған доллар ресурс бар. Әрине, келесі электоралдық циклда, келесі сайлауларда олар өзінің адамдарын, өзінің саяси күштерін әрине
қайтаруға күш салуға оларға мүмкіндіктері бар. Өйткені өздеріңізге белгілі электоралдық кампания ол міндетті түрде қаржыға байланысты болады. Сондықтан менің ойымша міне осы кезде тек қана мемлекет емес қоғамда қырағылық таныту керек. Өйткені ол реваншистер әртүрлі саяси бір бояумен де келуі ықтимал. Енді бүгінгі таңда мынау егер де реваншистік күштер Қазақстанға конституцияға сәйкес келмейтін жолмен жаңағы келгісі келетін болса, әрине құқық қорғау органдары бұған араласатын болады деп ойлаймын мен. Мысалы үшін өздеріңізге белгілі ғой, әртүрлі жаңағы төңкерістер немесе әртүрлі конституцияға сәйкес келмейтін жолдар болады саясатта. Ал енді егер мынау Қазақстанның электоралдық циклы осы конституцияға сәйкес жолмен дамитын болса, онда әрине ең негізгісі қоғамға, біздің азаматтарға қырағылық таныту керек. Бұл жерде мен екі мәселені қарастырып отырмын. Бірінші, егер де реваншистік күштер Қазақстанда мынау конституцияға сәйкес келмейтін жолдарға баратын болса, онда міндетті түрде оған құқықтық баға беріліп, ол кезде мынау құқық жүйесі жұмыс істеу керек. Ал егер де анау әртүрлі саяси күштер пайда болып, олар жаңағы саясатқа мынау заң аясында араласатын болса, онда ол кезде әрине қоғам, ел өздері қырағы болуы қажет. Дәл сол Елемесов Назарбаевтың айналасындағы жемқорларға қатысты мәлімдеме жасады. Ол былай деді: Байбекке қатысты бізде тіркелген ешқандай қылмыстық іс жоқ. Әкесіне де ұлына да қатысты. Мәжілістің бұрынғы төрағасы Нығматуллиннің ұлына да ешқандай айып ресми түрде тағылмады дегенді айтты. Елемесовтың сөзін тыңдасаң, Қазақстанды әбден тонаған Назарбаевтарда оның айтқанымен жүріп тұрған Байбектер мен Нығматуллиндер де судан таза, сүттен ақ тәрізді. Бұлардың рейдерлікпен айналысқаны, жемқорлыққа батқан, түрлі қылмыстарға барғанын тергеушілер түгілі журналистердің өзі қанша мәрет дәлелдеп шықты. Барлық құжаттарын көрсетті. Байбектің Алматыны қалай тонағанын кез келген қала тұрғыны біледі. Соған қарамастан құзырлы орган өкілі қылмыстық іс тіркелмеді деп ауызды қу шөппен сүртіп тұр. Құзырлы органдардың мұндай енжарлығы, Назарбаевтарға келгенде әлсіздігі ертең мемлекетке үлкен қатер төндіреді. Миллиардтарын әлемнің ірі банктерінде тығып отырған реваншистер Қазақстанға қарсы саяси майдан ашқанда басын құмға тыққан түйе ұстай отырған кейбір шенділердің көлеңкесінде таппай қаласың. Миллиардтаған ресурсы бар Назарбаевтар жағдайды оңай шайқайды. Өзіңіз ойлап қараңызшы, 2009 жылы БТА банктың бірнеше миллиард долларды шығарып үлгерген бір ғана Әблязов Назарбаевқа қарсы әлі соғысып жатыр. 15 жыл өтсе де қаражаты бар. Бір банкерге мемлекеттік машинаның өзі ештеңе істей алмай келеді. Ал Назарбаевтар мен оның айналасындағылардың байлығы одан жүздеген есе көп. Енді ойлап қараңыз, бұлар бірлесіп Қазақстанға қарсы соғыс ашса не болады? Кез келген елді шайқалтуға мүмкіндігі жетпей ме? Осында қаржылық мониторинг агенттігі болсын, бас прокуратура өкілдері болсын, басқа да құзырлы орган басшылары неге ойламайды? Бұлардың арасында жауапкершілікті мойнына алатын, Ақордаға шынайы фактыны жеткізе алатын бірде-бір адам болмай тұрғаны ма? Президент Тоқаев Аль-Жазира арнасына берген сұхбатында да Назарбаевтарды тергеуге қатысты былай деді. Қателіктер де болды, ұрлықтар да болды. Өзіңіз айтқандай, біз тергеуді жалғастырып жатырмыз. Бұл процесс жүріп жатыр. Бірақ сонымен бірге мен мұнда хаос орнатуға ниетті емеспін, себебі бұл менің елімдегі жағдайдың тұрақсыздануына әкелуі мүмкін. Мемлекет басшысы болған соң оның бұлай айтуы заңдылық, дипломатиялық тұрғыда жасалынған мәлімдеме десек болады. Назарбаевты түгел тергейміз, оны түрмеге отырғызамыз деп айтпайтыны түсінікті. Неге десеңіз, саяси байсалды ұстамды адам болған соң президент
ондайға бара қоймайды. Бірақ бас прокуратура, ұлттық қауіпсіздік комитеті, қаржылық мониторинг агенттігі, жемқорлыққа қарсы қызмет өкілдері Тоқаевқа келіп Назарбаевтың ұрланған байлығын, олардың реваншистік арман мұратын, мысық тілеулі әрекеттерін әшкерлеп тұрып көрсетсе, президент олардың қолын қағып жазаға тартпаңдар деп айтады дегенге сенбейміз. Биліктің өзінде не Назарбаевқа іштері бұратын топтар бар, не Тоқаевқа қарсы әрекет етіп, оның билігін әлсіреткісі келетін реваншистік күштердің өкілдері бар ма деген ойға қаласың осындайда. Басқаша түсіндіру мүмкін емес мұны. Кейбіреулер айтуы мүмкін, ешқандай реваншистер жоқ, бәрін Тоқаев шешеді. Назарбаевқа өзі кескізбей отыр деп. Мемлекеттік басқару жүйесін, билік иерархиясын түсінетін адам бұлай айтпас еді. Бір адамның жеке басқаруы Назарбаевпен бірге құрдымға кетті. Жалғыз Тоқаевтың өзі Назарбаев сияқты көп басты аждахамен күресіп, оны тасталқан ете алады деу қиындау. Президентке ең алдымен қоғамның қолдауы қажет. Халық болып Назарбаевтарды жазаға тартуды талап етуіміз тиіс. Ақорда қоғамдық белсенділіктің қорықпай Назарбаевтарға қарсы қозғалыс құрамын халықта соған жұмылдырамын деген азаматтар табылса, оларға қолдау көрсету керек қайта. Қоғамдық күштерге, қозғалыстарға, халыққа сүйенсе, Тоқаевтың Назарбаевтарды тас-талқан етуге шамасы жетеді. Жаяудың шаңы шықпас, жалғыздың үні шықпас демекші, қоғамға, халыққа сүйенбесе, Назарбаевтардың тыңшылары еріп жүрген бір ғана ақпараттың күшімен реваншистерді талқандау мүмкін болмайды. Назарбаевтарды орнына қою, олардан төнетін қауіпті сейілтудің әрекеттерін қазірден бастап қолға алу керек. Ең алдымен Назарбаевтың шетелге шығуына шектеу қойылсын. Полицияның қарапайым қызметкері шетелге демалуға кете алмайды, бастығының рұқсатынсыз. Мемлекеттік құпияны толтырып жинап алған Назарбаевтың емін-еркін жүруіне тоқтау салынсын. Бұлардың тұтас әулетіне сондай тыйым керек деп ойлаймыз. Одан кейін олардың дүние мүлкіне байланысты тергеу басталу керек. Бір ғана Назарбаев қорының байлығы 8 миллиард долларды құрайды. Бұл қайдан келген батпан құйрық? Тимур Құлыбаев пен Динара Назарбаеваның 10 миллиард доллары қайдан келді? Дариға Назарбаева қалай байыды? Әлия Утиль алымдардың өзінен 1,5 миллиард долларды қалай иеленді? Мұның бәрін тергеу керек. Ол үшін қылмыстық іс тіркеу қажет. Назарбаевтың айналасында жүрген Байбек, Нығматулин, Есімов сияқты ескі Қазақстанның жарқын өкілдерін түгелдей Қазақстанға қайтару процесін бастайық. Бұлар ешқандай да саяси диссидент емес. Егер нақты келіссөздер жүргізіп, дұрыс жұмыс жасалынса, кез келген мемлекет оларды Қазақстанға экстрадациялайды. Содан кейін барлығын тергеуге алу керек. Қоғамның тілеп отырғаны осы, күткені де сол. Назарбаевтар тайраңдап жүрмесін, миллиардтарды иемденіп алып, елдің бірлігін шайқалтпасын десек, осына талап етуіміз тиіс. Бұған халық қолдау білдіретіні сөзсіз. Кімде кім бұл істі қолға алса, оны ұлттың қаһарманы деп тануға болады. Бұрынғы батырларымыз қолдарынан найза алып ақ білектің күшімен елді қорғаса, қазіргі заман қайраткерлері Назарбаев сияқты ұрыларды әшкерлеп, елдің байлығын Қазақстанға қайтаруы тиіс. Бұл да отанды елді қорғаумен, оны дұшпаннан құтқарумен пара-парыс. Бүгінге айтарымыз осы, құрметті көрермен. Ел дауысы бұл елдің үнін жеткізетін арна. Егер де сіздерге ақпараттық қолдау қажет болса, біздің төменде көрсетілген WhatsApp нөмірге жазыңыздар. Бүгінгі бағдарламаны дайындаған Шолпан Оразбекова, Рахат Қосай және мен Талаптан Иманбай. Жоба жетекшісі Гүлжан Ерғалиева. Арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Жақсы күнде жолыққанша.